Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Ата-бабалар жөнінде біраз әңгіме қозғайық. Негізі жеті ата деп айтып жатады, я? Олар қалай аталады? Қазақ халқы қалай атаған? Бірінші, өзіңіздің әкеңіз әке. Екінші, ата. Үшінші, арғы ата. Төртінші, ұлы ата. Бесінші, тек ата. Алтыншы, түп ата. Жетінші, баба. Сегізінші, ұрқы деп аталады. Және де ру тоғызыншы. Тоғыз байдалы ту көтеріп ру болған деп атайды. Негізі қазақ халқы атаға бөлінген, ол бір-бірдерімен құда болып кетпеу үшін, қыз алысып қыз бермеу үшін осы жеті атаны сақтаған. Сондықтан да негізі айтып жатады, ең таза халық, тегі жөнінен, барлығы жөнінен қазақ халқының қаны өте таза деп айтады, я? Сол осы мына біздің жеті аталардың сақтауымыздың өте пайдасы көбінің міне біздің аталардың жеті руға бөлініп, жеті атаға бөлініп, руға бөлініп жататынымыз осыдан. Және де қазақ халқы негізі 300-ге бөлінеді. 300-дің ішінде де көптеген руларға бөлінеді, я? 300-ге бөлінеді. Кіші жүз, орта жүз және ұлы жүз деп 3-ке бөлінеді. Бұл 3-ке бөлінуі де негізі қыз алысып қыз беріспес үшін осындай дәстүр сақталған қазақ елінде. Негізі қазақ халқында медицина жөнінен де алып қарайтын болсақ, байырғы заманнан өте дамыған қазақ халқының медицина жөнінде де, дәрі-дәрмектер, шөп жөнінен де негізі көптеген әдемі әрлеу жұмыстары да жасалған жағдайларда да негізі қазақ халқының әртүрлі жүзік, сырға дейміз, білезік, немесе сауыт саймандар жасалған, я? Аттарға қондыратын абзалдар, мысалы барлығы негізі темірден, алтыннан, күмістен жасалған. Осының барлығын қазақ халқы қайдан алған? Қазақ халқында негізі шахталары болған дейді. Олардың барлығын қорытып, алтын, күмістердің барлығын әртүрлі әшекей бұйымдар жасалып, батырларға арналған көптеген сауыт саймандар жасалған дейді. Негізі тарихтың қойнауында жатқан, бізге белгісіз болып жатқан тарихи негізі әртүрлі бұйымдар өте көп деп мен өз басым ойлаймын. Болашақта бұны біздің ғалымдар, оқымыстылар, тарихшылар таба жатар деген сенімде болайық. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Исламқызы.